Армысыздар, құрметті достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа жемісті қалай дайындаймыз, соны көрсететін боламыз. Видео басталмас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Бізге керегі өрік, алхоры, шие және шекер. Біз бірінші жемістердің бәрін жуып, кептіріп аламыз. Енді өрікті қатырамыз. Бұл өріктерді 3-4 сағатқа морозильникке қойып аламыз. Енді шиемізді қатыратын боламыз. Шиемізді сырады ыдысына салып, морозильникке жібереміз. Өрік сияқты қатырып алмаймыз. Қысқа дайын. Енді алхорымызды дайындаймыз ыдысқа. Астына алхор салып, үстіне шекер саламыз. Бір қатар алхор, арасына шекер салып, морозильникке жібереміз. Енді морозильниктен дайын болған өрігімізді алып, пакетке салып, трубочкамен ішіндегі ауасын тартып аламыз. Сосын морозильникке қайтадан жіберетін боламыз. Енді осы кепкен алхорымызды тура өрік сияқты морозильникке салып қатырып аламыз да, салфанға салып, қайтадан морозильникке жіберетін боламыз. Міне біздің жемістеріміз қысқа дайын. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.